Қазір мынау біз тұрған жер Madani ауылындағы Қанқорған. Бұл баяғыда Қараханиттер кезінде алғашқы тас қаланған 9-шы, 10-шы, 11-ші ғасырларда кәдімгі бай елді мекен болған. Жібек жолындағы сауда саттық қатты дамыған бұл жерде. Өркениетте қатты дамыған. Шыңғыс хан осы Қанқорғанды да талқандаған. Содан арада бір ғасыр бұл жерде жан адам тұрмаған. Бұл ауылда бәрі өртеніп, талқандалып, халық бұл жерден қашып кеткен. Мына Қожа Ахмет Яссауиді тұрғызады ғой кесенесін 1360-70-80 жылдары. Сол кезде Ақсақ Темір осыны қайтадан қалпына келтірген. Қалашықты, Қорғанды, яғни Қорған деп айтайық, Қорғанды қайтадан қалпына келтірген. Бұл тас туралы мәлімет беріп жүрсеңіз. Бұл тас 9-10-11 ғасырда Қараханит дәуірі кезінде істелінген. Қараханиттер кезінде мәдениет, өркениет бәрі дамыған. Бұл мынау қазір душ дейміз ғой, душ. Төбеңнен су ағады, мына жақта су ағар бар, сол аяқтың астында тұратын. Мына жерде арығы бар, круговой арық. Мына ортасы. Мына биіктеу, мына жерде сай, міне сай, қара. Мына жерде сай, арық. Бұлай қастан кете береді. Адамдар бүлдірмесін деп топырақпен сәл жауып қойғанбыз да. Жауып қойғанбыз, иә. Мына жерде арық бар, круговой. Осы арықтан су келеді, мына жерден арғы дәл трубаларға шығып кетеді.